Полиция келіп, сізді тергеуге алмақшы. Не істеу керек? Құқықтарыңыз қандай? Полиция шақыру қағазын ұсыну керек. Шақыру қағазында сіздің мәртебеңіз көрсетілуі тиіс. Онда тергеушінің қолы қойылған және мөрленген болу тиіс. Егер куәгер мәртебеңіз болса, сіз қорықпай полицияға айғақ бере аласыз. Егер қорғау құқығы бар куәгер немесе күдікті мәртебеңіз болса, сіз өз адвокатыңызды шақыруға құқығыңыз бар. Адвокатсыз жүрмеңіз. Егер сізді шақырусыз полиция алып кетсе, олар сізді қайда апаратынын туыстарға, құқық қорғаушыларға хабарлаңыз. Бұл жағдайда тергеуде сіз үндемеуге құқығыңыз бар. Адвокатсыз айғақ бермеңіз. Есіңізде болсын, берген қағаздарын бәрін мұқият оқып шығыңыз. Керек болса, қорықпай оны түзеңіз. Сосын ғана қол қойыңыз. Қазір ел қарақшылардан көрі полициядан қорқады. Полиция сізді қорғау керек. Құқықтарыңызды бұзбау керек.